Кунактар, улагатты устаздар, дарынды оқушылар, ата-аналар. Атырау қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 2016-2017 оқу жылының алғашқы қоңырау мерекесіне қош келдіңіздер. Бүгінгі білім күніміз Қазақстан Республикасы тәуелсіздік 25 жылдығына және Конституция күніне арналады. Добрый день, уважаемые гости, родители, учителя и учащиеся. Мы рады приветствовать вас на торжественной линейке в День знаний в честь 25-летия независимости Республики Казахстан и Дня Конституции. Good morning, dear guests, parents, teachers and students. We are glad to meet all of you to the solemn line of Knowledge Day in honor of the 25th anniversary of independence of Republic of Kazakhstan and the Constitution Day. Бүгін жетінші сынып оқушыларына өте ерекше күн. Себебі олар Назарбаев зияткерлік мектебі оқушылары болып аталады. Сегодня торжественный день для учащихся 7 классов. Мы принимаем в свои ряды 156 одаренных и талантливых ребят. Now, meet the 7th grade students of 2016-17 academic year in Nazarbayev Intellectual School of Chemistry and Biology in Atras City. Please give a round of applause. Жетінші A сыныбы кураторы Қабделова Айзада Қайратқызы. Seventh C grade, curator Tulibay Azamat Sirikalievich. Жетінші I сыныбы кураторы Рахметуллина Назгүл Сайфуллаевна. Seventh grade, curator Aypolatova Maral Mukanova. Жетінші J сыныбы кураторы Исатаев Бақтияр Алибекович.
жинақтау. Түптің. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны шырқалсын. Қымбатты мектеп оқушылары, құрметті ата-аналар, ұстаздар, міне сағыма сен 1-ші қыркүйек білім күні де келіп жетті. Назарбаев зияткерлік мектебі өзінің 3-ші оқу жылын бастағалы отыр. Енді 3 жылда кішкентай сәби көптеген нәрсеге үйренеді. Ол сөйлей біледі, жүре біледі, өзін тиянақтап ойын жеткізе біледі, көптеген әрекеттерге үйренеді. Сол сияқты Назарбаев зияткерлік мектебінде Атырау қаласында осы 3 жыл ішінде көптеген жетістіктерге жетті. Осыдан азғантай уақыт бұрын 25 мамырда сіздердің көз алдыңызда осы жерде 182 мектептің түлегі мына алаңды тастап шығып кеткен еді. Сонда бір көңілімізде бір сондай сезім болды, щемящее было чувство, когда покидали эти дети, наши выпускники, вот эту площадку, какое-то опустошение было. Но это жизнь, мы рады сейчас заявить о том, что из 182 наших выпускников 75% детей получили образовательные гранты, бесплатные образовательные гранты. Порядком около 20% выпускников получили гранты не только казахстанских высших учебных заведений, но они поступили в ближние и дальние зарубежья. Поэтому я думаю, что это огромная работа, которую проделал коллектив за эти годы. Аплодисменты всему нашему трудовому коллективу. Мы рады за успехи выпускников, которые в предыдущем учебном году завершили школу. 176 выпускников, первые выпускники нашей школы удачно тоже завершили свой первый год обучения в высших учебных заведениях. Никто из них, по крайней мере, за первый год не был отчислен. Поэтому я думаю, что знания, которые дети получили в стенах Назарбаев интеллектуальной школы, они подтверждают именно обучением и высших учебных заведений. Причем не простых, а самых лучших, топовых вузов Казахстана и зарубежья. И вот на смену этим выпускникам пришли новые наши выпускники, это почти для нас первоклашки, мы их с радостью встречаем. В этом году конкурсный отбор был достаточно жесткий, 738 учащихся подали заявление для прохождения конкурсного отбора, из них лишь только 156 самых лучших учеников получили образовательный грант Уркент первого президента. Мы поздравляем этих детей.
Мы никогда не умаляем достижения, полученные детьми, и успехи детей, которые получили в тех школах, где они обучались. Я думаю, что это огромная работа тех педагогов, которые вас подготовили для поступления в лучшую школу Казахстана. Ну и, конечно, поддержка ваших родителей. И в первую очередь, конечно, это ваша мотивация, ваше желание учиться. Вы достигли первого успеха в вашей жизни, поступив в самую лучшую школу не только Казахстана. Если вы сейчас начнете листать страницы интернета, а Назарбаев в интеллектуальных школах знает весь мир. Поэтому вы стали частицей вот этого огромного образовательного пространства. С чем вас всех поздравляем! О том, что они пока что приняты, не приняты, об этом скажут наши ученики, когда мы будем проводить посвящение. Поэтому вам, дорогие первоклашки, демис, семиклашки, так и хочется сказать первоклашки, к стене придется трудновато. Никто не говорит, что будет легко. Қиындау болады, бағдарлама бөлек, оқыту бөлек. Но сіздер керемет білім әлеміне аяқ басқалы отырсыңдар. Сондықтан да осы мектептегі алатын білімдеріңіз сіздерге өмірге қажеттіліктеріңізді орындасın. Әр күніңіз қызыққа толы болсын, жаңалықтар ашумен өрілсін. Ғылым әрине шексіз, оның түбіне жету, ол өте бір сондай қызық саяхат. Сондықтан мен ойлаймын, сол саяхатты біздің ұстаздармен сіздер бірге атқарасыздар деп. Сіздерге қош келдіңіздер деп айтамыз. А родителям семиклассников я хочу сказать: терпение – это то, что необходимо на первый период. Мы думаем, что у нас будет очень хороший союз, сотрудничество. Двери школы всегда открыты. Ну, листая страницы прошлого учебного года, что мы можем сказать? Если в 2014-2015 учебном году, когда я возглавил коллектив и посмотрели статистику, процент качества знаний в нашей школе составил 54. И вот буквально вчера мы проводили педагогический совет, где я констатировал факт, что процент качества знаний учащихся нашей школы за прошлый учебный год составляет 94,7. Всего 8 учащихся из 676 учащихся имеют одну оценку тройку. Остальные все учатся на 4,5. 113 учащихся нашей школы сегодня получат похвальный лист за отличную учебу. Просто сейчас, да, не имеем просто времени, нет возможности награждать всех, поэтому для них мы сегодня организовали первый форум отличников Назарбаев интеллектуальной школы, который состоится у нас в актовом зале, куда приглашают и родители. Поэтому давайте аплодисменты нашим отличникам. Более 40 учащихся стали победителями различных олимпиад, конкурсов, состязаний и так далее. Это на уровне сетевой Назарбаев интеллектуальных школ, на уровне республики, на уровне международных различных интеллектуальных состязаний. Это тоже гордость нашей школы, это достижение наших детей. Сегодня на этом торжестве мне хотелось бы отметить достижения наших педагогов, потому что все, чего достигают наши дети, это благодаря нашим учителям. Можно сказать, золотыми буквами прописать учителя Назарбаев интеллектуальной школы. Давайте аплодисменты всем нашим педагогам. Не только учителя преподающие, но те, которые с вами рядом находятся. Это ваши кураторы, это психологи, это воспитатели. Это большая армия тружеников, которые работают для реализации основной миссии Назарбаев интеллектуальных школ, для наращивания потенциала, интеллектуального потенциала Казахстана. Пользуясь случаем, мне хочется сегодня вручить награды, которые получили наши педагоги. Это считайте, что награда всей школы. Поэтому, ребята, наверное, будут... Нагрудным знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан» награждается заместитель директора по воспитательной работе Идрисова Раушан Турагуловна. Құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар, видите, Раушан Турагуловна удостоена высокого звания вообще в сфере образования, которое существует. Это звание
почетный работник образования Республики Казахстан. И награду она получила из рук вице-министра образования на августовском совещании работников образования Назарбаев интеллектуальных школ. Но мне хотелось бы, чтобы сегодня вся школа радовалась тому, что достижения детей, вообще достижения школы в плане воспитательного блока, достаточно мощная работа, которая была дана в рамках аккредитации нашей школы и получила достойную оценку Министерства образования Республики Казахстан. Давайте аплодисменты. Я думаю, что мәңгілік ел жалпы ұлттық идеяның іске асу бағытындағы біздің тәрбие жұмысымыз одан ары қарай өрлейді деген сенімдеміз. Табыс тілейміз. Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының құрмет грамотасымен биология пәнінің мұғалімі Кимбаева Шербану Сейтазимовна марапатталды. Енді біздің мектеп биология бағытындағы мектеп. Біздер өте қуанамыз. Кеше Назарбаев зияткерлік мектептерінің тамыз кеңесінде 20 мектептің ішінен ең үздік деген педагогтарға осындай марапаттық Күләш Нағатайымды белгілеген болатын. Сол үздік қатарлардың ішінде біздің Шарбану Сейтқазымқызы да бар. Құттықтаймыз. Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының алғыс хатымен химия пәнінің мұғалімі Демешева Марта Максотовна марапатталды. Марта Максотовна былтырғы жылы ерекше болды. Өйткені тәрбиелеген оқушылары тек қана біздің желілік деңгейде емес, бұл республикалық ғылыми жарыстарда жеңімпаз атанды. Сондықтан да мен ойлаймын, біздің мектептің ұстаздары соның ішінде қуантатыны химия және биология пән мұғалімдері Назарбаев зияткерлік мектеп, 20 зияткерлік мектептің арасынан үздік деп танылып отқаны ол мектеп үшін үлкен мәртебе. Марапаттарыңыз құтты болсын, құрметті ұстаздар. Құрметті оқушылар, енді жаңа оқу жылы басталғалы тұр. Жыл біздерге биылғы жыл ерекшелігі тәуелсіздіктің 25 жылдығымен тұспа-тұс келіп тұр. Демек, біздің алдымызда үлкен жетістіктерге жету мотивациясы бар. Сондықтан мен ойлаймын, тәуелсіздіктің 25 жылдығына Назарбаев зияткерлік мектебі тарту ретінде үлкен жетістіктермен қуантады деген сенімдеміз. Осы алдағы бізді күткелі тұрған жаңа оқу жылы баршамызға жақсылық әкелсін, ата-аналарымызға денсаулық, әрқайсымыздың отбасымызда амандық болсын, еліміз тыныш болсын. Елбасының мектебі біздің мектепте болғандықтан біздер осы мәртебені биік ұстауға тырысайық. Жаңа оқу жылы құтты болсын, құрметті оқушылар. Сейчас мы начинаем церемонию чествования 25 достижений нашей школы. Талантливый человек талантлив во всем. И это подтверждают наши ученики. Встречайте учащихся, отличившихся в сфере искусства. Они победители второго сезона арт-фестиваля в городе Астане, участники Олимпийских игр, организаторы благотворительных акций, участники городского зимнего бала, призеры городских художественных выставок. Our students achieve and succeed both in academic studies and sport. So let's meet them. There is the winners of the Republic Sport Competition.
the winners of the International Chess Contest, those who represent our school in regional volleyball and basketball tournaments. Бәнеге күшті бірді шығарды, білімі күшті бірді шығарды дегендей, түрлі жарыстарда өз біліммен алға шығып көрген оқушыларымызға қарсы алайық. Олар оқу озаттары, республикалық пәндік олимпиадалардың жеңімпаздары, шетік және қашықтық олимпиада жүлдегерлері, ғылыми жоба бойынша жоғары көрсеткіш көрсеткен оқушылар. Всех вокруг себя объединить и не потерять стремление. Искусство и знания неделимы, и мы хотим приумножить славу своего государства, гордо неся знания и творчество, ставя перед собой высокие цели, ведь мы – независимое будущее Казахстана. The Kazakhstan national flag will be raised anytime in our constitution. Today, each of those countries an Olympic champion can perform our national worldwide competition. The champions is the basis of healthy generation. Егеменді еліміздің еңселі дамуына зор үлес қосқан маңызды саланың бірі ұлттық білім беру саласы. Білім алу арқылы тәуелсіз Қазақстанның жастары әлемге жарыс алды. Ендігі 25 жылдан соң бүгінгі зияткер болашақ қазақ зиялыларының қатарынан табылатыны сөзсіз. Жаса Қазақстан! Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, құрметті ата-аналар, құрметті оқушылар. Егеменді еліміздің өркендеуіне, экономикасының дамуында ұстаздардың рөлі ерекше зор екені баршамызға белгілі. Мемлекетімізді жарқын болашаққа жетелейтін жастар болса, күш білімде демекші, сол жастардың білімді, сапалы болуы әрине ұстаздардың қолында. Сондықтан осы атқарып отқан жұмыстарыңызға әрқашанда сәттілік тілей отырып, осы елеулі, абыройлы, қасиетті жұмыстарыңызға, дендеріңізге саулық тілей отырып, бастарыңызға амандық тілеймін. Еліміз тыныш, басымыз аман, ең бастысы егеменді еліміз үшін атқарған әр істеріміз берекелі, күндеріміз мерекелі болсын. Құтты болсын. Областного методического кабинета при управлении образования Атырауской области Кенжегалиеву Хайргали Аскалиеву. Құрметті оқушылар, ата-аналар және ұстаздар, баршаларыңызды санаулы секундтардан соң сыңғырлап өзінің әсем әуенімен жаңа оқу жылының басталғандығын мәлімдейтін алғашқы қорғау салтанатымен облыстық білім басқармасының атынан құттықтауға рұқсат етіңіздер. Биылғы басталғалы тұрған оқу жылы бұл еліміз үшін де жалпы биылғы жыл елеулі жыл болмақ деп есептеп отырмыз. Себебі биылғы оқу жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығының аясында өткізілмекші. Және Қазақстанның білім беру жүйесінің көшбасшысы, Қазақстанның білім беру жүйесінің әлеуетін қалыптастырушы көшбасшылардың бірі Назарбаев зияткерлік мектептері желісі осы бағытта тәуелсіздіктің 25 жылдығына өзінің тартуын жасайды деген сенімдеміз.
Сонымен бірге, биылғы жылдың ерекшелігі, жалпы республика бойынша биылғы жылдың айта кететін ерекшелігі, бұл биылғы жылы біздің бірінші сынып оқушылар республика бойынша жаңартылған білім мазмұнына көшмекші. Ал осы жаңартылған білім мазмұны бірінші класстан басталатын бұл Назарбаев зияткерлік мектебінің тәжірибесімен жинақталған бағдарлама болып есептелінеді. Сондықтан да біздер Назарбаев зияткерлік мектебін Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің көшбасшысы деп есептейміз. Сіздердің бүгінгі оқу жылдарының басталуымен шын жүректен құттықтай отырып, білім еңбектеріңізге шығармашылық табыстар, еңбектеріңізге саулық, үлкен жетістіктер тілеймін. Жаңа оқу жылы құтты болсын. Жаңа оқу жылымызға Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздар қатарына жаңа ұстаздар да алғашқы қадам басып отыр. Олар Кусмолдина Жанар Уралбаевна, информатика пәні. Исенгалиева Гульсая Сельговна, учитель географии. Маниев Жанибек Уралбекович, тарих пәні. Ермухамбетова Салданат Қазбекқызы, куратор. Шарафиденова Айнур Кадырбековна, математика пәні. Сарсенгиева Шолпан Гарифулиевна, учитель математики. Чумагалиева Айдана Рахимовна, тарих пәні. Мурзакулова Алтынай Нурланқызы, учитель английского языка. Ерсаинова Жаухардария Ерсаинқызы, ағылшын тілі. Мерхаева Анар Абайқызы, куратор. Шуланова Жанат Рахимбекқызы, информатика пәні. Балгожиев Айбек Фархатович, учитель физической культуры. Муратов Амангали Маратович, унер пәні. Арстанбаева Айнагуль Мутигалиевна, учитель истории. Қымбатты ұстаздар, сіздерге тәуелсіз еліміздің болашақ иесі, жас ұрпақтың бойында тұлғалық қасиеттерді ұштап, кәсіби шеберліктеріңізді одан әрі шыңдап, білім сапасын артудағы игі бастамаларға педагогикалық ізденіс, жаңа серпін, шығармашылық табыс тілейміз. New international teachers are also joining our teams this year. Please welcome them. Ruben Budayao, teacher of biology from the Philippines. Kathleen Jimenez, teacher of English language from Colombia. Daniel Nieto, teacher of chemistry from Colombia. Juan de la Cruz, teacher of mathematics from the Philippines. Welcome to Kazakhstan and Nishatrao, and wishing you all the best in the new academic year. В течение 2015-2016 учебного года в школе проводились конкурсы по профессиональному развитию учителей, а также различные интеллектуальные мероприятия среди учащихся школы. По итогам года определились номинации «Үздік ұстаз», «Үздік шаңырақ», «Үздік оқушы». Право вручения номинации «Үздік ұстаз» представляется заместителю директора по научно-методической работе Беказиевой Альбине Сагиевне. Уважаемые коллеги, уважаемые родители, уважаемые наши ученики, разрешите поздравить вас с новым наступающим учебным годом, пожелать всем здоровья, удачи и успехов. И разрешите вручить номинацию «Үздік ұстаз» учителю русского языка и литературы Аблаевой Пляшин Джибаевой.
наши статуэтки со знаком Назарбаев интеллектуальная школа будет как переходящие статуэтки. Надеемся, что по итогам следующего учебного года у нас будет еще один Стас. Үздік шаңырақ номинациясымен марапаттау үшін ортаға директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Идрисова Раушан Турагуловна шақырылады. Армысыздар, құрметті қонақтар, ұстаздар, ата-аналар, оқушылар. Сіздерді 2016-2017 оқу жылымен құттықтаймын. Добрый день, дорогие гости, родители, коллеги, учащиеся. Разрешите вас поздравить с началом 2016-2017 учебного года. Дорогие ребята, я вам желаю больших творческих успехов, достижения высот и побед. Вам, уважаемые коллеги, желаю здоровья и успехов во всех ваших начинаниях. Ну а родителям хочется пожелать, чтобы они всегда поддерживали и своих детей, и нас, учителей. Спасибо. 2015-2016 оқу жылының қорытындысы бойынша үздік шаңырақ номинациясымен тобыл шаңырағы марапатталады. Определить ученика года оказалось непростой задачей. Победителями этой номинации стали две ученицы. Они отличницы учебы, победители республиканского конкурса исследовательских проектов «Зерде», призеры внутришкольных интеллектуальных конкурсов и конкурсов талантов. Для вручения номинации «Үздік оқушы» приглашается президент школы Жалғазбаев Қуаныш. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі айтулы мерекеге орай сіздерді білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Осы оқу жылында тек сіздерге сәттілік тілеймін. 2015-2016 оқу жылының қорытындысы бойынша үздік оқушы номинациясымен 7-ші Си сыныбының оқушысы Қожахметова Нұргүл марапатталады. оқу жылының қорытындысы бойынша үздік оқушы номинациясымен 7-ші Си сыныбының оқушысы Серік Ажар марапатталады. 'Айдынғалиеву Елемесу Сағынбаевичу. Құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Альбекеш Владимир Төлепұлы, Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары, және құрметті ата-аналар мен оқушылар және қонақтар, сіздерді бүгінгі 1 қыркүйек білім күнімен және мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының Конституция күнімен құттықтаймын. 2015 жылы Назарбаев зияткерлік мектебінің бірінші түлегі болып менің үлкен қызым бітіріп қазіргі уақытта грант бағытпен Кимек университетінің бухучет және аудит факультетіне түскен. Және түсіп жақсы білім көрсетуде. Екінші қызым да биыл осы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы болып қабылданды. Құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары, сіздердің оқытып шыққан оқушыларыңыз ел байрағын асқақтатып, 3 тілде сөйлейтін, елдің шежіресін білуге, болашағын болжауға ниетті тұлға болады деп, еліміздің тұрмысы мен мәдениетінің көркеюіне үлес қосады деп сенемін.
торжественный вид. Звонок, и ты уже ученик. Звонок, и побежит отчет. И год учебный настает. Учебный год открывая, пусть звенит этот первый звонок, колокольным звоном встречая всех пришедших на первый урок. Внимание! Вот и наступил самый торжественный момент нашего праздника. Сейчас прозвенит первый звонок для учащихся 7 классов. The ceremony of the first bell ring for 2016-17 academic year is given to the 7th grade student Mamerzakov Araybek and Kabulanda Adia.
Yeah.